Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге осындай мини лепешкенің рецептімен бөлістім. Ең алдымен бізге жылы су және де жылы сүт керек болады. Тұзды ашылау етіп салдым. Барлығын көз мөлшерімен жақсылап қозғап, тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және де менде бір шай қасықпен 1,5 қасық дрожь салдым және де жақсылап араластырып алдым. Және де сливочный майдан 100-150 граммдай ертіп алып қойдым. Және де електен өткізілген ұнды салып орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Сонда қамырыңыз жақсы көтерілетін болады. Енді жұмсақ етіп орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Мен әр жарты сағат сайын қайтарып июін қандырып отырдым. Сол кезде лепешкалар жақсы көтеріліп пісетін болады. Мінекей көтеріліп дайын болды. Енді кішкене бөліктерге бөліп қолдың көмегімен зуала жасайтын боламыз. Мінекей осылай тындырып қойдым 20 минутқа. Және де ортасын басып форма жасайтын боламыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. 2-3 күнге дейін жұмсақ болып тұратын лепешкалар шығатын болады. Өйткені құрамында сүт бар май болған соң ұзақ уақытқа дейін жұмсақ болып тұрады. Мен бетіне жұмыртқамен кішкене сүт қосып жіберіп жаққан болатынмын. Және де арнайы осындай лепешкеге арналған, яғни ортасын тесу үшін осындай қолдандым. Және де әсемдік үшін бетіне кунжут септім. Вуаля, осындай өте жұмсақ болып шығатын лепешкалар пісіп шықты. Бір жасағаннан-ақ өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.